Сәлеметсіздер ме, курс тыңдаушылары? Бүгін сіздермен Қазақстанның жалпы ұлттық киелі орындары жобасы аясында Қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы ұсынған Қазақстанда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы бойынша киелі жерлер тізімі жыл сайын толықтырылып отырды. Еліміздегі киелі орындарды анықтауға, қайта қалпына келтіру. Ең алдымен бұл жобаны іске асыру кезінде ұлттық мұражай жанынан республикалық Қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы құрылып, сол орталық негізінде Қазақстанның киелі жерлері жатыр. Қазақстанның жалпы ұлттық маңызы бар киелі жерлерінің тізімі бағдарлама аясында толықтырылып, олардың саны 206 нысанға, ал жергілікті маңызы бар киелі жерлердің саны 575 нысанға жетті. Жоба аясында жоспарланған 5 томдық Қасиетті Қазақстан энциклопедиясының қазақ және орыс тілдерінде 4 томы жатыр. Онда еліміздің облыстары бойынша киелі жерлері қамтылған. Алматы облысындағы Есік, Түркістан облысындағы Ордабасы және Әзірет Сұлтан мұражай қорықтарында сапар орталығының құрылысы жүргізілді. Бұл аймақтар еліміздің киелі жерлерімен көп шоғырланған өңір болып табылады. Қазақстан Республикасы ұлттық мұражай жанынан құрылған Қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы Қазақстанның жалпы ұлттық киелі орындары жобасының аясында ұсынылған нысандар тізімі өңірлік комиссияның ұсынысымен және де сарапшылар кеңесінің ғалымдары мен өлкетанушылардың пікірлерін ескере отырып құрастырылды. Оған Қазақстанның табиғи ландшафт объектілері, археологиялық және архитектуралық ескерткіштер, ерекше ардақ тұтатын діни нысандар және тарихи тұлғалардың және саяси оқиғалармен байланысты киелі орындары енген. Санат бойынша ұсынылған 100 нысанды атап өтсек. Ерекше қорғалатын табиғи мұра ескерткіштері санаты бойынша тізімге 9 орын: Ұлытаудағы Ақмешіт әулие биігі, Хан Тәңірі шыңы, Алтайдағы Мұзтау шыңы, Шарын каньоны, Қазығұрт тауы, Жамбақы тауындағы және Абай аудандағы Қоңырәулие үңгірлері, Отпан тау, тарихи-мәдени кешені, Бектау ата тауы және үңгірі және тағы басқалар жатты. Археологиялық және архитектуралық ескерткіштер бойынша 11 орын, яғни Бозақ орта ғасырлық қалашығы, Боралдай сақ қорғандары, Есік сақ қорғаны, Таңбалы немесе Тамғалы археологиялық кешені, Теректі әулие Бегазы археологиялық кешені, Ботай қонысы, Берел қорымы, Шілікті қорымы, Мерке, Жайсаң түркі ғұрыптық кешені және де Қосбатыр, және де Қосбатыр құмайы ескерткіші шамамен 6-8 ғасырларға жатады және Ақыртас бекінісі 8-9 ғасырлардағы іріктелініп алынды. Ірі орта ғасырлық қалалық орталықтар және де Қазақ хандығының астаналары. Бұл санатқа 13 орын жатады. Қойлық қалашығы, Жанкент қалашығы, Сығанақ қалашығы, Шірік-Рабат қалашығы, Отырар қалашығы, Созақ қалашығы, Сайрам, Испиджап, яғни қалашығы, Ақкөл жайылма қалашығы және Жайық қалашығы тізімге енді. Сонымен бірге, аталған тізімге діни және ғибадат орындары болып табылатын Қазақстанның 32 орны енгізілді. Оған Қожа Ахмет Яссауи кесене кешені және де Үлкен Қылует, Құлтөбе қалашығы, Гаухар ана кесенесі, Арыстанбаб кесенесі, Ибрахим ата кесенесі, Қарашаш ана кесенелері, Қарабура,
баба түкті шашты әзіз кесенесі, домалақ ана кесенесі, Үкаш ата мазары, Исмаил ата сәулет кешені, Маңғыстау жеріндегі қорымдар мен жартасты мешіттер, және де Бекет ата, Шопан ата, Көне Бейнеу және Қараман ата, Масат ата, Шақпақ ата, Сұлтан еле, Сейсем ата қорымы, Абат Байтақ кесенесі, Алашахан кесенесі, Жошыхан кесенесі, Дамбауыл кесенесі, және де Қозы Көрпеш пен Баян сұлу мазарлары, мәшһүр Жүсіп Көпейұлы кесенесі, Оқшы ата кесенесі, Қорасан ата кесенесі және Төлегетай Қылышты ата кешенді мазары жатады. Тек тұрмас кешені, Қарахан кесенесі, Айша бибі кесенелері мен Бабаджа хатун мазары, Бегім ана мұнарасы, Қорқыт ата мемориалды кешені, Ұшқан ата қорымы, Ақ мешіт қорымы, Бұқар жырау кесенесі, Ырғызбай ата кесенесі, Вознесенск соборы және Жаркент мешіті, Жаркент мешіті, сәулет көркемөнер кешені, Құнанбай қажы мешіті және Христос Спаситель шіркеуі жатады. Тарихи тұлғаларға қатысты киелі 20 орын бекітілген. Жиренқопадағы Қобыланды батыр мемориалдық кешені, Есімхан кесенесі, Абылайхан алаңы, Хан моласы мемориалдық кешені, Әбілхайыр хан, Абылайхан резиденциясы, Батыр кесене қорымы, Райымбек батыр кесенесі, Тама Қарасай және Атынтай батырлардың мемориалдық кешені, Махамбет Өтемісұлының кесенесі, 1916 жылғы көтеріліс басшылары кесенесі, яғни Амангелді Имановтың бейіті мен Әбдіғапар және Кейкі батыр кешені, Ахмет Байтұрсыновтың Алматыдағы үйі, Шоған Уәлихановтың Алтынемелдегі мемориалдық кешені, Абай Шәкәрім мемориалдық кешені, Ыбырай Алтынсарин кесенесі, Жамбыл Жабаев кесенесі, Достоевскийдің Семейдегі әдеби мемориалды үйі, Міржақып Дулатовтың кесенесі, Тарас Шевченконың мемориалды кешені және де Теміртаудағы тұңғыш президент тарихи-мәдени орталығы енді. Сондай-ақ саяси оқиғаларға байланысты 15 орын, яғни Қазақстанның киелі орындарының географиясы тізіміне енуге лайық деп танылған. Олар Таңбалы тас ескерткіші, Бұлақ шайқасы болған жер, Бұланты шайқасы болған жер, Аңырақай шайқасы болған алаң, Ордабасы тауындағы Бірлік монументі, Бөкей ордасы тарихи кешені, Астанадағы отан қорғаушылар монументі, Саяси қуғын-сүргін құрбандарының Алжир мемориалды кешені, Республика алаңы тәуелсіздік монументі, Тәуелсіздік таңы, Долинка кентіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске сақтау музейі, Семейдегі Алаш арыстары үйі, Семей полигоны құрбандарына арналған өлімнен де күшті монументі, Астанадағы ашаршылық құрбандарына ескерткіш монументі, Астана Бәйтерек монументі, Қазақ елі монументі және Мәңгілік ел салтанатты аркасы бекітілді. Алдағы дәрістерде аймақтар бойынша әрбір нысанды толығырақ қарастыратын боламыз.